Сәлеметсіздер ме? Мен Якуб Зайра Сәдібекқызы, номер 104 мектеп-гимназияның оқушысы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз даналық мектеп жобасы негізінде отбасы құндылықтарын насихаттау. Неге дәл осы жоба, неге дәл осы сала? Жалпы оның мақсатына келетін болсақ, отбасы құндылықтарын насихаттау және отбасы арасындағы ынтымақтастықты дамыту. Енді олардың міндеттеріне келетін болсақ, ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынасын нығайтып, оларға бағытталған іс-шара ұйымдастыру, тренингтер, неше түрлі нәрселер жасау. Яғни бұның өзектілігіне келетін болсақ, көптеген ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуының отбасыға құндылықтарын насихаттау. Яғни олар ата-ана мен бала арасында қарым-қатынастың әсерлеуіне және өзара одақтастық дейді ғой, соның ынтымақтастығын дұрыстап дәріптеуге насихатталған болатын. Енді біздің дәл қазіргі мәселеге келетін болсақ, ұлттық құндылықтарды насихаттаудың тиімді жолдары. Яғни бізде ұлттық құндылықтар оларды қайта жаңғыртуға ықпал ету және ұлттық құндылықтарды білім саласында өзгертуге болады. Сол арқылы біздің қазіргі мәселеміз деп айтуға болады. Енді біз оның шешу жолын ойлап тапқан болатынбыз. Яғни біздің шешу жолымыз бұл бізде дәстүр EA. Неге дәл осы сала, неге дәл осы жоба? Енді біздің шешім дәстүр EA. Яғни дәстүр дегеніміз нені білдіреді? Дәстүр ол бұрыннан бері келе жатқан ұрпақтан ұрпаққа берілетін дәстүр. Ал біздің EA дегеніміз бұл жасанды интеллекттен алынған, яғни қазіргі заманауи технологияның символы. Бұл осы екі сөзді біріктіру арқылы жоба өткен мен болашақты бірге байланыстыра алады. Енді біздің жобамыздың ақпарат қолдаушысы бұл бізде ұрпағына газеті арқылы біз осы жобамызды әрі қарай насихаттап, оқушыларға насихаттап, дұрыстап дәріптеп көрсете аламыз. Сонымен қатар бізде тағы да өзіміздің мектебімізде сиқырлы саусақтар қуыршақ театры ашылды. Неге дәл осы қуыршақ театры? Себебі біздің Бауыржан атамыз бұрында айтқан, әжесі ертегі айтпаған, әжеден қорық деп айтқан. Дәл солай бізде осы Бауыржан атамыздың айтқанына байланысты осылай қуыршақ театрын ашқан болатынбыз. Осы әжелер ертегі айтып, ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында осылай көрсетіліп отырады. Сонымен қатар бізде аналар форумы өткен болатын. Яғни бізде аналар форумы бұл бізде айтады, отбасы құндылықтарын насихаттау үшін бірінші ананың маңызы өте зор. Яғни ана енді балаға тәрбие береді ғой. Сондықтан да біз осы аналар форумын өткізген болатынбыз. Бұл аналар форумының басты мақсаты бұл жақта аналарға түсіндіру, бөлісу, қандай болып жатыр деген сияқты. Сол себепті біз белгілі тұлғалар шақырған болатынбыз. Бұл жақта журналистер және мықты бұрыннан келе жатқан ата әжелеріміз келіп өзінің пікірлерін білдіріп солай сөйлеген болатын. Енді сонымен қатар бізде бақ біз туралы, яғни біздің оқушыларымыз осы аналар форумына, яғни қатысқан ата-аналар да осы Егемен газетіне жазған болатын. Бұл жақта қалай болды деген сияқты, мысалы Жәмила ханым және Меруерт Айтенова сияқты белгілі бір журналистер өздерінің пікірін қалдырып осы Егемен газетіне жазған болатын. Енді бізден жүректен жүрекке алғыс айту күніне арналған ашық тәрбие сағаты өтті. Бұл ашық тәрбие сағаттың мақсаты, яғни адамдар қазір бір-біріне рахмет айтуды, көңіл бөліп, мен сені жақсы көремін деп айтудың өзі оларға қорқынышты болып көрінеді, яғни айтуға қорқады. Сол себептен біз осындай тренинг жасаған болатынбыз. Ата-ана бірлестігі нығайту үшін осылай тренингтер жасаған болатынбыз. Енді бізде шаңырақ куиз деген бар. Шаңырақ куиз дегеніміз бұл жақта оқушылар бұл негізі тек қана тарихқа емес, бұл осы ата-бабадан келе жатқан мұраны қалай дәріптеуге болады деген мақсатта осы шаңырақ куизі жасаған болатынбыз. Шаңырақ куиз арқылы оқушылар өздерінің қандай мәселе тудырып жатыр, қандай нәрсені білмеймін, Қазақстан тарихынан деген сынды көптеген осы сұрақтарға өзінің жауабын ала алады. Бұл жақта біз осы дәстүр EA-мен таныстырған болатынбыз. Оқушыларда қандай ұлттық құндылықтарды насихаттауға болады деген сынды оқушыларға практикалық тұрғыда көрсеткен болдық. Ал бұл практикалық жұмысымыз. Бұл жақта сұрақтарды алып, оқушы өзі жауап береді. Сонымен қатар бақ біз туралы 60 сюжет жасаған болатын, осы ұлттық құндылыққа байланысты. Мысалға айтатын болсақ, бұл жақта біздің оқушыларымыз өзі ұлттық құндылықтарға киім киіп жұмыс жасаған болатын. Бұл жақта біз 24 мир дегенге шыққан болатынбыз. Келесіне келетін болсақ, тағы да бақ біз туралы осы ұлттық киімді киіп алып, осылай жасаған болатын. Енді сонымен қатар біз Қазына этно деген лагерьді ашқан болатынбыз. Қазына этно лагерь дегеніміз осы құндылықтарды насихаттау барысында осыны жасаған болатынбыз. Оқушылар өздері жаз мезгілінде киіз тоқылып барлығы жасалады. Осы арқылы оқушылар өздерінің стилін көрсетіп, әрі қарай ғұрыпты насихаттау үшін жасалған болатын. Бұл Қазына этно қалай біз осылай киіз тігеміз. Осы арқылы барлық насихаттар, яғни бұрынғы қазақтың дәстүрлері дәріптеліп, осылай жасалынады, көрсетілеміз. Яғни бұл жақта да бақ келген, біздің сосын өзіміздің тілшілеріміз бар. Тілшілеріміз осы жаққа келіп, осылай сюжет түсіріп жасайды. Бұл жақта домбыра үйірмесі туралы.
бұрымды қыз лагерлер ашылған туралы, яғни бұл жақта ұлттық құндылықтарды біледі, білмейді деген осындай гистограмма жасаған болатынбыз. Осы арқылы біз білдік, 100% біледі, 80% білмейді. Сосын бізде ынтымақтастық құндылықтарды насихаттау барысында осыны жасаған болатынбыз. Сосын бізге көптеген осындай тұлғалар келді. Енді біз Аида Кауменова және Демеу Жадыраев деген сынды көптеген ұлы тұлғалар келді. Енді біз өзіміздің сайтымызға келетін болсақ, біздің сайт негізі дәстүрлерден тұрады, яғни дәстүрлерді дәріптеу мақсатында, сонымен қатар бұл жақта менің жоба жетекшім және өзім біз қалай жасадық, біздің ұжым туралы танысуға болады. Сонымен қатар біз бұл жақта жиі арқылы жасаған болатынбыз. Жиі арқылы қалай жасауға болады деген сынды көптеген сұрақтар келеді, бірақ дегенмен де бұны біз жидің көз арқылы жасадық. Бұл жақта жидің көзімен қалай жасалынады деген сияқты. Енді сонымен қатар біз осы дәстүрлі сыныптан тыс үйірменің ақпараттық картасын жасадық. Бұл жақта өздеріңіз көргендей біздің өзіміздің жоспарымыз бар. Жоспарға сәйкес әлі өзіміздің жұмысымызды дамытудамыз. Сонымен қатар жарқын жүздесу жобасына бағана айтқанымдай Демеу Жадыраев және Аида Кауменова деген сынды ұлы тұлғалармен кездесу өтті, және Дариға Қасанғалиева, Дулат Исабеков деген сияқты. Сол себепті біз жарқын жүздесу жобасын осы жаққа салып отырамыз. Яғни бұның барлығы дәстүр EI жобасымен бірге біріктіріліп жасалып отыр. Назарларыңызға рахмет. Біздің қорытындылай кетсем, біздің жобамыз әлі өзінің жобасын табады. Әрі қарай жалғасын тапқаннан кейін біз өзіміздің жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Назарларыңызға рахмет.